қазіргі кезде денсаулық сақтау саласында мемлекеттік жекешелік әріптестік жобаларының тізбесі 261 жобаны құрайды. Оның 68 жоба бойынша шарт жасалды, 193 жоба дайындалуда. Олардың ішінде 3 республикалық және 258 жергілікті маңызды жобалар. Жобалар дәрігерлік амбулаторияларды, фельдшерстік акушерлік пункт және медициналық пункттарды, емханаларды, стационарларды салуды және оны пайдалануға беруді, медициналық техника мен жарақтандыруды және басқаларды көздейді. Бірінші республикалық маңызды бар жобаларға қатысты. Университеттік ауруханаларды құру бойынша 3 мемлекеттік жекешелік әріптестік жобасы жұмыс істеуде. Бірінші Алматы қаласындағы университеттік аурухана бойынша концессиялық ұсынысқа экономикалық сараптаманың оң қорытындысы алынды. Конкурстық құжаттама жобасы әзірленуде.